Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 2-ші сынып математика пәні 14 санының құрамы менің сүйікті үй жануарларым тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымызда бір таңбалы санға бір таңбалы санды ондықтан аттап ауызша қосып азайтып, үй жануарларының атауын үш тілде айтуды үйренеміз. Балалар, суретте 9 сиыр, 5 бұзау бейнеленген. 9 бен 5-тің қосындысын табу үшін бірінші қосылғыш 9-ды 10-ға толтырып аламыз. Ол үшін екінші қосылғыш 5-ті 1 мен 4-тің қосылғыштарына жіктейміз. 9 бен 1-дің қосындысы 10-ға тең, 10 мен 4-тің қосындысы 14-ке тең. Келесі суретте 8 мысық және 6 марғау берілген. 8 бен 6-ның қосындысын табу үшін бірінші қосылғыш 8-ді 10-ға толтырып аламыз. Ол үшін 6-ны 2 мен 4-тің қосындысына жіктейміз. 8 бен 2-ның қосындысы 10-ға тең, 10 мен 4-тің қосындысы 14-ке тең. Ал келесі суретте 7 ит және 7 күшік бейнеленген. 7 мен 7-нің қосындысын табу үшін бірінші қосылғыш 7-ні 10-ға толтырып аламыз. Ол үшін екінші қосылғыш 7-ні 3 пен 4-тің қосындысына жіктейміз. 7 мен 3-тің қосындысы 10-ға тең, 10 мен 4-тің қосындысы 14-ке тең. Демек, 9 бен 5-тің қосындысы, 8 бен 6-ның қосындысы, 7 мен 7-нің қосындысы 14-ке тең. Суреттегі үй жануарларынан басқа жылқыны, қойды, ешкіні, түйені де үй жануарлар деп атауға болады. Бүгінгі сабақта меңгерген жаңа сөздерді үш тілде айтуды үйренсек. Мысық орысша кошка, ағылшын тілінде cat. Ит орыс тілінде собака, ағылшын тілінде dog. Сиыр орыс тілінде корова, ағылшын тілінде cow. Сабақта меңгерген жаңа сөздер бойынша тапсырма орындасақ. Бұл тапсырма сәйкестендіру тапсырмасы деп аталады. Суретте көрсетілген үй жануарына оның үш тілдегі атауын сәйкестендіру керек. Алғашқы суретте ит, орыс тілінде собака, ағылшын тілінде dog. Екінші суретте сиыр, орыс тілінде корова, ағылшын тілінде cow. Үшінші суретте мысық, орыс тілінде кошка, ағылшын тілінде cat. Екінші тапсырма жоғалған әріптер тапсырмасы. Бұл тапсырманы орындағанда берілген сөздердегі түсіп қалған әріптерді орнына қойып, сөзді қатесіз дұрыс жазу керек. Екінші тапсырманың біріншісінде шыққан сөздерді оқысақ: cat, dog, cow. Екінші тапсырманың екіншісіндегі сөздер собака, корова, кошка. Балалар, бүгінгі сабағымызда 14 санының құрамымен танысып, үй жануарларын үш тілде айтуға үйрендік. Үй тапсырмасы номер 5-ші тапсырма 31-ші бет, өзің қалаған бір үй жануарының суретін салып келу. Сендерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңдар.